27-943 әскери бөлімінің батальон старшинасы 3-ші сыныпты сержант Ернұр Жұмаханов. Қоқан Уәлиханов атындағы әскери колледждің кадеті Жандос Жұман. Бүгінгі таңда сіздердей қалың қол бастап жүрген, қалың қазақ армиясын бастап жүрген ұлы тұлғалардың алдында сөз бастау мен үшін екі есе қиындыққа соғып тұр. Арма айбынды қазақ әскері, мен Абай облысы Аягөз қаласының тумасы, бүгінде Александр Невский 3-ші дәрежелі Кутузов орденімен марапатталған 390-шы теңіз жаяу бригадасының үздік сарбазы және Қазақстан Республикасының үздік студенті атанып, сіздердей қалың елдің алдына шығып сөз сөйлеу мәртебесіне ие болып тұрған Дәулетбек Алмас Дәулетбекұлы деген жас ақын сарбаз ұлдарыңыз болам. Ең әуелі осы құрлық әскерлерінің құрылған мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Және мен осы әскерге келгендегі басты мақсатым, өткен жолда қорғаныс министрінің орынбасары генерал-лейтенант мырза келіп, неге бұрынғы батырларды айта береміз, қазір өзіміз батыр болатын кезге жеттік қой деген бір ауыз сөзіне ерік беріп, сол кісінің сөзі маған шабыт берді. Және сол секілді мен әскерге келгендегі басты мақсатым Бұқар Жырау атамыз, Шалкигиз атамыз, Бертінгі Бауыржан Момышұлы атамыз секілді өзімнің қарулас достарыма жігер беру, мотивация беру, ол менің басты мақсаттарымның бірі болып табылады. Бүгінгі таңда құрлық әскерлерінің құрылу мерекесіне орай құрлық әскерлерінің гимнін жазып едім, соны ұсындым, бұйырса қабылданады деген ниеттемін. Соны ең алдымен өздеріңізге осы мерекеге орай қара өлең ретінде тарту етіп тұсауын кескім келіп отыр. Ұнап жатса қошеметпен бағаларын беруіңді сұраймын. Құрлық әскерлері. Әскері бар қазақтың ел айбыны, ол барда сақталады ел байлығы. Әскерлердің негізгі күші болған құрлық әскерлері ғой ең айбынды. Негізгі күш белгілі бұл елдегі, ешқашан ұсақталмас жігерлері, ең төзімді және де ең қуатты қазағымның жүрегі ғой бұл жердегі. Біз деген еліміздің өзегіміз, белгілі бар сынаққа төзеріміз, құрлық әскерлері ол айбынды күш, қазаққа өте көп қой береріміз. Құрлық әскерлері ол сенімді күш, әскерлердің ең ауқымды жүрегіміз. Құрлықта еш кедергі көре алмаймыз, қолбасшыдан басқа ешкімге ере алмаймыз. Техникамыз бір бөлек кесіп өтер, қалайша біз майданда жеңе алмаймыз. Сырттан жауды өлсек те кіргізбейміз, жаманды төрге мүлде мінгізбейміз. Әскерлердің төресі нағыз батыр, жауды елде өлсек те жүргізбейміз. Тойтарыс береміз біз жауларыңа, қауіпті еш төндірмей алдарыңа.